өлмесе жырбай келсін тұра алмаған. Шымкент сәлем айтып қалды сізге, өзіңе енші берген ұлан далам. Анардай ақын қызың шықты алдыңа, елменен үміт күтіп бір алладан. Айтысқа мен өзімді ол рас талай жерде бұғып тұрдым. Ең үлкен келіні боп бір әулеттің, кей кезде өзімді ұмыттырдым. Тәушен мен әсел қандай апаларым, әр сөзін көңіліме кіріктірдім. Маржан мен Ақмаралың, Кәриманың орынын осы жерде біліп тұрмын. Ол рас жүрген жерім кітапхана, мекені білімді қыз білік тұлдың. Елсеніп қызметті бергеннен соң, белсеніп талай іске күліп кірдім. Бекарыс қасиетті төрт ана деп, атаған атын өзім ғұрып қылдым. Мен бүгін жалғыз анар болып емес, атынан төрт ананың шығып тұрдым. Тойында бекарыстай айы тосағаның, мен де өз үлесімді қоса аламын. Ястауи мен екеуі ескірмейді деп шығар мына бізге қоса дәнін. Есігін күзетемін Шымкенттегі, қазына кітап толы босағаның. Ескірген сайын құны арта түсер, мен қалай байлықты шет шаша аламын. Шығайып мен де осы Түркістандай, жаңғырып заманға сай жасанамын. Күн өткен сайын қайта көріктеніп, жыл өткен сайын қайта жасанамын. Шығайып сені көргенде тұрым қайдай ұл едің. Бекарыстай ағаңның ізіне ерген інедің. Шапанын ұстап шапқылап, соңынан еріп жүредің. Аттарына жем беріп, қорасында күредің. Бекарыстан баталып, ақсың қардай түледің. Атыңның басын сонан соң Алматыға тіредің. Орынбасар боп жүгеме аузыңды айға біледің. Алматыға жетсең де, Қаратаудан кетсең де, Түркістан сенің тұғырың, Түркістан сенің тірегің. Мәңгілік жұмақ тұттым, сен іздеп туған жерден жырақ шықтым.